Жан деген журналисттерің сақ болсын. Адресін тауып алдық. Видеоны удалить етпесеңдер, бауыздап кетеміз. Олжастың жасаған ісін істейтін боламыз. Калимасын оқи берсін. Қасқарым нез қазағым, маған WhatsApp арқылы осындай ашық қоқан-лоқы көрсетіліп жатыр. Жан сақ жүрсін, адрес тауып қойдық, алдартыңа қарап жүр, калимаңды оқи бер деген сияқты хабарламалар келді. Бұл жай ғана сөз емес, бұл менің өміріме, менің отбасыма төніп тұрған қауіп. Тіпті олар Азаттың өліміне қатысты шығарған видеоны, оның ішінде Азатты пышақтаған Олжас туралы ақпаратты өшірмесең, бауыздап кетеміз дегенге дейін барып отыр. Мен білемін, маған осы хатты жолдаған бандиттер, сендер мені қазір көріп отырсыңдар. Енді тыңдап алыңдар. Мен үнсіз қалмаймын. Мені қорқытып, аузымды жаба алмайсыңдар. Керісінше, осындай қоқан-лоқылардың өзі мен көтеріп жүрген шындықтың қаншалықты ащы екенін дәлелдеп тұр. Естеріңде болсын. Мен соңына дейін барамын және марқұм Азаттың отбасына ақпараттық және заңгерлік қолдауымды тоқтатпаймын. Естідіңдер ме? Шакалдың тірлігін жасамаңдар. Ақыры менің адресімді біледі екенсіңдер, жігіт болсаңдар, жігітше келіңдер. Сөйлесей, бірақ миларыңа құйып алыңдаршы. Мен әділет үшін күресті тоқтатқан емеспін және тоқтатпаймын да. Достар, мынаны түсініңіздерші. Мен Азаттың қаны үшін әділет талап етем деп қоқан-лоқы көріп жатырмын. Тіпті Астана полициясы бір күнде іс қозғап, сол күні сот өткізбекші болды. Бұл заңға да ақылға да сыймайды. Заң бойынша маған 72 сағат бұрын ескертілуі тиіс еді, бірақ олар ескертпей асығыс соттамақ болды. Астана қаласы түнгі клуб Амазон бойынша жалған ақпарат берді, тағы да басқа бойынша қандай да бір іс-шара қолданылды. Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 456 баптың 2-ші тармағы бойынша. Менің толыққанды Қазақстан Республикасының азаматы ретінде өзімнің пікірімді, журналист ретінде масс-медиа туралы заңды білетін шығарсыз. Мен кез келген ақпаратты алып, өңдеп, зерттеп, өзімнің пікірімді қоса отырып, көпшілікке жариялауға құқылымын. Ал ең сорақысы, пышақ ұстағанды батыр қылып жүргендер шықты. Күдікті Олжасты кісенмен кетіп бара жатқанда оны қолдап, шулап, ерліктеп санайтындар бар. Қай заманнан бері пышақ ұстап жүретін шакалдар батыр атанып жүр? Біздің елде неге шындықты айтқан соттайды, ал қолына пышақ ұстағандар қаһарманға айналады? Бұл әділет пе? Жоқ, бұл сұмдық десе де, мен үнсіз қалмаймын. Әділетті соңына дейін талап етемін. Естіп тұрсыздар ма? Соңына дейін талап етемін. Ассалаумағалейкум, қасқарым нез қазағым. Бүгіннен бастап Азаттың ісін елімізге белгілі заңгер Бағдат Амандосұлы өз қолына алды. Жалпы Азаттың оқиғасында сәйкессіздік өте көп. Менің миыма сыймайтыны, Азатқа пышақ сұққан Олжас есімді азамат клубқа пышақты қалай алып кірді? Бұл жерде сол клубтың күзетшілерін жазалау керек пе? Күдікті пышақты немесе жаңағы бәкіма, мен білмеймін, күзетшілер немесе достары бергендігі анықталса тергеу органымен, онда сол пышақты берген тұлғалар жаңағы жауапкершілікке тартылады. Пышақпен қалай кіріп кеткендігін біз білмейміз, дегенмен күзетшілердің бұл жерде жанама түрде қатысы болуы мүмкін. Ол жерде клубта болған куәлердің барлығы айтатын болса, мынандай әрекеттер болды. Жаңағы күдіктінің қашып кетуіне толық мүмкіндік берілді деген расталатын болса, оған қашып кетуіне себепші болатын тұлғалар анықталатын болса, онда оларды жауапкершілікке тартылады. Бұдан былай Азаттың ісімен заңгер Бағдат Амандосұлы айналысатын болды. Және де бұл жігіттің толыққанды нәтижеге жететініне мен сенімдімін. Және де Азаттың өліміне кінәлілер толыққанды жазасын алатын болады. Мен хабарландыру дедім жаңалықтардың соңында. Бір сағат өтіп кетті, әлі ойланып отырмын, қалай жеткіземін, не айтам деп. Енді кеше болған жағдайды айтып берейін мен. Инстаграм парақшасы бар, сол жерде мен сөйлесіп отырам, пікір алмасып, жазған адамдарға жазып, бір жігіт жазып жүрген маған, Дінмұхаммед деген. ПСЖ алғашан ойнайды, осындай деп. Сонымен пікір алмасып жазып жүргенбіз. Бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым, мен қатты қабылдадым, аяқ асты өйткені күтпедім, мен осындай баламын деп кеп тұрғанда жап-жас 16 жастағы бала.
бірден әрине көмектесемін дедім. Қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын, енді сөйлей аласың ба деп едім. Сөйлей алады екен аздап. Содан кейін видеозвонокқа шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей бытчысы шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазаққа, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық, суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық, ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube'ты көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің анасы голды осыған жіберсеңіздер. Біз 10 мыңбыз деп мақтанғанымыздан ешқандай пайда жоқ, ешқандай қайыр жоқ шығар, бір қазаққа көмектесе алмасақ. Сондықтан да Димашқа көмектесейік. Қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін. Барлықтарыңыз жүректеріңізде жылу бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет.